Қаңтар трагедиясы туралы алып қашпа пікірлер қалыптасып, оқиғаның шындыққа жанаспайтын түрлі нұсқалары таралуда. Нәтижесінде сол ортаның қолдан жасалған жалған қаһармандары пайда болды. Тентектен тұлға, арандатушыдан батыр, сотқардан сардар, қылмыскерден қаһарман жасағысы келетін әділетсіз әрекеттер етек алып барады. Бұған қаңтар оқиғасына дейін де заңға қайшы әрекеттерімен танылған Дики Арманды мысалға келтірейін. Әлеуметтік желілерде оның жағымды бейнесін жасауға тырысып, жазықсыз қамауға алынды деген секілді негізсіз, пәтуасыз пікірлер қалыптастырып, Дики Арманнан алпамыс жасауға тырысуда. Бұндай қой терісін жамылған қасқырдың кейпіндегі жасанды батырсымақтың бейне жазбалары вирус секілді бірден таралып кетуде. Ал осындай жалған жарнамаға құрылған ақпараттық шабуылдар жас ұрпақтың санасына соққы болары сөзсіз. Соның салдарынан жастардан осы заманның батырлары кім деп сұрасаң, өрт ішіндегі өрімдей бала мен кейуана әжені құтқарып қалған ерен ерлік көрсеткен Асқар секілді жаңа заманның жалынды батырларын емес, топ құрып тісін жасырған Дики Арманды атаса таңғалмаңыз. Міне, біз бүгінгі жас ұрпақты тәлімі теріс, сырты бүтін, іші түтін Дики Армандарға еріп кетуден қорғауымыз керек.